Сәлеметсіздер ме? Мен Рысқұлов атындағы жалпы білім беретін мектептің 6-шы Б сынып оқушысы Рустамов Нұржан. Жетекшім Ибрагимова Аля Жеңісбековна. Мен электронды оқулық өнегелі ертегілер атты электронды оқулық жасап шығардым. Және осы электронды оқулығымды макромедиа флеш тілінде жасап көрсетемін. Бұл ертегімнің басты беті, яғни мазмұны. Бұл жерде 8 ертегі бар. Әрқайсына гиперссылка арқылы кіріп тыңдауға және оқуға болады. Ендеше бұны макромедиа флеш тілінде жасап көрейік. Мұнау ертегімнің басты беті. Бұны импорт батырмасы арқылы library, яғни кітапханаға әкеліп, бұл жерге көшіру батырмасы арқылы жасадым. Мынау ертегімнің мазмұны. Бұл жерде 8 ертегі бар. Ctrl-Enter батырмасы арқылы бұны толық көруге болады. Әрқайсысына А батырмасы арқылы мәтін жаздым, тақырыбын. Суретті импорт батырмасы арқылы қойдым. Мынау 8 ертегімнің ішіндегі тасбақа мен түлкі ертегісі. Бұл жерде тексті А батырмасы арқылы жасадым. Импорт батырмасы арқылы суретті қойып, және батырмаларды гиперсілтемелер арқылы жасадым. Бұл жерде Ctrl-Enter батырмасын басып, тыңдауға және оқуға болады. Бұл жерде тыңдай аламыз. Тасбақа мен түлкі. Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар... Мен ертегіме 3 батырма қойдым. Ортасындағы батырма ойнататын және шетіндегі 2 батырма тоқтататын. Бұл батырмаларды гиперсілтеме арқылы орнаттым. Әрқайсысында гиперсілтемелер бар. Және осы ертегімді макромедиа флеш бағдарламасында жасадым. 8 ертегімде осы макромедиа флеш бағдарламасында жасадым. Себебі маған макромедиа флеш бағдарламасы өте ыңғайлы болды. Осымен макромедиа флеш бағдарламасында электронды оқулығымды қысқаша түсіндірдім деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.